Жазушы Ғабит Мүсіреповтің естелігінен. 4-те шығармын деймін. Хамит, Сәбит дейтін екі ағам, мен үшеумізді мұсылмандық белгісін салу үшін сүндетке отырғызатын болыпты. Бастыра киген бөркімен, бөркіне түстес буырыл сақалынан бет-аузының пернесі айқын-айқындалмайтын тәйпік бір молда қалт жылт еткізіп бәкісін қайрап отыр. Өткен түні осы бәкісімен бастың құлағын кесіп отырған. Анда-санда бәкісін төбеден сорғалаған тамшыға тосып алады. Қайрақтың татын тамшы жуып жібергенде бәкі бізге қарай сумаңдап сүйреңдеп жұтынып қоятын сияқтанады. Әке-шешеміз әр баласының жақсы мінездерін көтере мақтап, жоқ мінездерді де тауып мақтап, сүндетке бейімдеп келеді. Бір-бір сүндет атымыз болады екен. Сүндет тойы болғанда сол сүндет атымызға мініп шығады екенбіз. Киіз үйдің бір қабырғасына көрпе төселіп, жастықтар тасталып жатыр. Тұғжың молда намазға да отырды. Әзірлік ақталып болғанша, 3 бала көз құйрығымен ұғынысып, сыртқа шығып кеттік. Ауыл ағаш арасында болатын. Тез жүгіріп, ауылдан ұзаңқырап алдық. Үйімізде жалғыз кәрі бурыл ат болатын. Үшеуміздің ойымызға да сол жануар түсіпті. Сүндет арқылы бір-бір ат аламызда, ат жетпегеніміз сүндеттен аман қалатын сияқтандық. Бірақ мұның бірі де болмай шықты. Естиярымыз Хамит інілерінен гөрі тереңірек бір сырды ұстап қалған екен. Сүндеттелмеген балаға қатынды әпермейді, деді. Біздің әпермесе әпермесін, қатын не керек, ойнап жүре береміз дегенімізге тағы да бірталай салмақты тойтарыс беріп, ағалығын істеп, сабарман мінез көрсете бастады. Сәбит екеуміз беріспеуге бет алып, ағаш арасына зыта жөнелгелі тұрғанымызда, сыртымыздан құшақтай алған бауырмал қолдар үйге қарай алып кетті. Енді міне 3 бала қас-қатар жатырмыз. Енді бурыл атқа екінші жағынан жабысқымыз келеді. Сүндет атын қандай деп молда сұрап қалғанда, бурыл ат десек болды ғой, ат сенікі болады да. Төр жақ шетте Хамит, ортада Сәбит, мен есік жақ шеттемін. Молда менен бастаса, бурыл ат маған тетін сияқтанады. Ортада жатқан Сәбит Хамитқа бата алмай, менімен орын ауыстырғысы келіп еді, мен көнбедім. Ол мені шымшып, аяғымен теуіп қалып, сыбырлап боқтап та жатыр. Молда үлкенде де бастады да, сүндет тойыңа мініп шығатын сүндет атын қандай, деп ең алдымен Хамиттан сұрады. Ода қауіптеніп жатыр екен, бурыл ат, деп тез жауап берді. Дегенде молданың аңдитыны да баланың көңілі алаң болатын осы бір кез екен. Хамит ойбай-ай деп бақырып та жіберді. Өткір бәкі ашы сезілді білем. Бурыл атты Хамит атап қалғанда, Сәбит кемсеңдеп жылай бастады. Бір жола қара жаяу қалғандай егіліп жылап кетті. Кездегі келіп сүндет атын сұрағанда Сәбит атым жоқ деп тіпті қатты өксіп жіберді. Көзмен ғана емес, бүкіл денесімен, жанымен, тәнімен жылады. Әлде қандай ауыр қорлық алқымына тығылып, буынып жатқандай сезіледі. Сәбит атым жоқ дегенде менің жүрегімде атым жоқтың жарасы тереңдей түскенімен, қожаға беретін жауапты Сәбит тауып бергендей азырақ жеңіліп те кеттім. Бірақ өзіме кезек келгенде едәуір тоқталып барып, менің де атым жоқ, дедім. Безеріп, қайсырлана айттым да қасарып қалдым. Әркімге жаутаңдай қарап, шешем егіліп жылап отыр. Ботбай деген жақын ағамыз бар еді, ол да намыстанып жылап отыр екен. Неменеге қайта-қайта аты жоқтығын айтқыза беріп, бір-бір ат беруші ме едің, деп молдаға ақырып қалды. Өзім атап берем, жыламаңдар, мына шірік әкелерің атап беруші ме еді, деп бізді де уатты. Қуанып қалдық. Кейін сүндет тойы болмағанына одан да артық қуандық. Өйткені бізге ешкім ата берген жоқ еді.